Депутат өз округінде жобасы жалғасуда. Орал қаласындағы Назарбаев даңғылы бойында орналасқан көп қабатты үйлердің тұрғындары өздерін толғандырған мәселені талқыға салды. Шаһардың орталығында орналасқан бұл көп қабатты үйлердің қабырғасы қаланғанына 30 жылдан асқан. Тұрғындар өз күшімен күтіп ұстауға тырысады. Ескі де болса, жинақы таза. Алайда ауланың көрер жері жоқ. Өткен жылы абаттандыру жұмыстарымен айналысқан мердігер компания сол күйі істі аяқсыз қалдырған. Наш дом хороший. Үйіміз жақсы, тұрғындар ұйымшыл. Біздің үйіміз 30 жыл бұрын салынған. Ұзақ жыл ауламызды абаттандыруын сұрап едік. Былтыр жасап берді, оған ризамыз әрине. Жөндеу жұмыстарын толық аяқтаған жоқ, гараждар жиналмай қалды. Жиектасты жасамай кетті. Бәрі де талапқа сай болуы тиіс деп санаймыз. Абаттандыру жұмыстары осы Назарбаев даңғылындағы 242 және 244 үшінші үйлердің ауласында жүргізілген. Асфальт төселіп, жарықшам бағандары орнатылған. Демалыс орны жасақталып, шағын сәулет мүсіндері қойылған. Жауапты маманның айтуынша, жұмыстар толығымен аяқталған. Тут недоделок нет. Мұнда аяқталмай қалған жұмыс жоқ. Болып жатса, көктемде қар ерген кезде тағы да тексеріп қараймыз. Жанындағы үйдің ауласында асфальттау жұмыстары әлі толық біткен жоқ. Ол ауыспалы жоба. Сол кезде анықталып жатса, мердігер компания олқылықтарды түзетеді. Депутаттардың халықпен мұндай кездесулері апта сайын өтеді. 2023 жылы бұл дворда благоустройство двор болған болды. Сол кезде көптеген кемшіліктер болды. Сол 2023 жылы сол кемшіліктер жою жұмыстары жүргізілді. Енді бүгін тұрғындармен тағы да кездесіп, ол объект бізде переходящий болды 2023-тен 24-ке. Енді биыл соңы аяқталады. Соны аяқталудың алдын ала тұрғындармен кездесіп, қандай шешілмеген проблемный вопростар бар. Сол жөнінде кездесу жұмыстары жүріп жатыр. Тұрғындар депутаттармен бірге жауапты мамандардың келгенін пайдаланып, өздерін толғандырған өзге де мәселелерді ортаға салды. Динара Жұмабекқызы, Асланбек Саламатов, Алихан Исқазиев, Ақжайық ақпарат.